күн балалар, жаратылыстану сабағына қош келдіңдер. Балалар, сабақты бастамас бұрын ойын ойнайық. 2 сурет, 1 сөз ойыны. Суреттерге назар аударыңдар. Нені көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі сабағымыз осы жан жануарлармен байланысты. Сабақтың тақырыбы жабайы және үй жануарлардың айырмашылығы. Бүгін сабақта сендер салыстыру арқылы жабайы және үй жануарлардың айырмашылығын анықтайсыңдар. Үй жануарларын пайдасы, оларға күтім жасау туралы білесіңдер. Сабақта қолданатын тірек сөздер: жабайы жануарлар, үй жануарлары, 4 түлік мал және төл сөздері. Енді суреттерді салыстырайық. Қандай жануарлар адамның күтімін қажет етеді? Қандай жануарлар өздігінен тіршілік етеді? Дұрыс айтасыңдар. Керемет! Суреттерге зейін қойып қараған бала бірден байқайды, қандай жануарларға адамның күтімі қажет, ал қандай жануарлар өздігінен тіршілік етеді. Ал енді осы 2 топтың жануарларына сипаттама берейік. Табиғат аясында өз бетінше тіршілік ететін жануарлар жабайы жануарлар деп аталады. Олар орманда, тоғайда, далада, тауда, шөпте мекендейді. Өз азықтарын өздері тауып жейді. Табиғатта жабайы аңдардың түрлері өте көп. Олардың ішінде қасқыр мен түлкі, жолбарыс пен арыстан. Олар жыртқыш аңдар. Тістері өткір, көздері қырағы, әрі сезімтал. Өздеріне керекті жемдіктің иісін алыстан-ақ сезеді. Қыста ұйықтамайды, жортып жүріп азықтарын тауып жейді. Ал қолға үйретілген жануарлар үй жануарлары деп аталады. Оларды адамдар күтіп бағады. Үй жануарлардың сүті, еті тағам, жүні мен терісі киім, жылқы мен түйені көлік ретінде пайдаланады. Үй жануарларын асырау жауапты іс. Иесі олардың тұратын жерін таза ұстайды. Оларды күтіп бағу ережелерін орындайды. 4 түлік мал. 4 түлік малға жылқы, түйе, ешкі, сиыр, қой жатады. Жылқының төлі құлын, түйенің бота, сиырдың бұзау, қойдың төлі қозы, ешкінің төлі бізде ла. Ойын ойнайық. Қайсысы жабайы, қайсысы үй жануары екенін таба аласыздар ма? Келесі слайдта 2 жануарлар бейнеленген. Оларды салыстыру арқылы қандай ұқсастық пен айырмашылығы бар екен анықтайық. Дұрыс айтасыңдар балалар. Екеуінің түрі әлпеттері ұқсас болғанымен әр түрлі жерде мекендейді. Біреуі ит, үй жануары, екінші қасқыр, дала жануары. Ит ең алғаш қолға үйретілген жануар. Тапсырма орындайық. Үй жануарлары қандай пайда келеді? Бұл қандай жануар? Жарайсыңдар, дұрыс айтыңдар. Енді түйе туралы қызықты мәлімет тыңдайық. Түйе
40 күнге дейін су ішпей жүре алады. Ол өркешіне май жинайды. Оны азық ретінде қолданады. Май түйені күннің сәулесінен қорғайды. Келесі тапсырманы дәптерде 16-шы бетте орындайық. Жабайы жануарларды көк түспен, үй жануарларды қызыл түспен белгілеңдер. Тамаша, дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Енді тексерейік. Сабағымызды қорытындылайық. Жануарлар екі топқа бөлінеді. Үй жануарлары, жабайы жануарлары. Үй жануарлары адамның қамқорлығын, күтімін қажет ететін жануарлар. Жабайы жануарлар адамның күтімін қажет етпейтін, өздігінен тіршілік ететін жануарлар. Осымен сабағымыз аяқталады. Сау болыңыздар.